Семейдегі номер 44-ші мектепте мерейлі ұстаз жобасы аясында облыс мұғалімдерінің форум өтті. Бұл жоба биыл Абай облысы білім басқармасының облыстық инновациялық әдістемелік орталығы ұйымдастыруымен екінші жыл қатарынан өтіп келеді. Форумда аймағымыздың 200-ден астам ұстазы бас қосты. Абайдың толық адам ілімінен ұстаздық, ғылым білімде игеру, өнерге ұмтылу мәселелерде көрініс табады. Абай облысы білім басқармасының инновациялық әдістемелік орталығы Абайдың толық адам іліміне сүйене отырып жұмыс жасауда. Әдістемелік орталық педагогтың құзыреттілігін көтеру мақсатында мерейлі ұстаз жобасын ұсынып отыр. Форум осы жоба аясында пәнаралық байланысты ұйымдастыруға негізделген. Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша пәндер арасындағы байланыс тақырыптар анықталып, сол негізінде іс-тәжірибелер таратылады. Форумда педагогикалық этика мен эмоционалды интеллект негіздері бойынша жұмыстар жүргізілді. Іс-шараның мақсаты Абай облысындағы пән мұғалімдерінің ұстаз құзыреттілігін қалыптастыру жолдары, педагогикалық үдерісті ұйымдастырудың тиімді әдіс тәсілдері және заманауи іс-тәжірибелермен бөлісу. Мерейлі ұстаз жобасы аясында жұмыс жасауда. Мерейлі ұстаз жобасы толық адам іліміне сүйеніп негіздетуде. Қазіргі Абай атамыздың аңсап кеткен толық адам ілімін өзіміздің байқап жүрсеңіздер жолдауында да айтқан президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің жолдауында осы толық адам іліміне сүйенуіміз керек екен, білім ғылым дамуда оның бізге берер өте көп екен, қайта зерттеу керек екен бірнеше рет тоқталып айтқан. Сол орайда бізде осы мақсатта жұмыс жасаудамыз. Отырыс барысында педагогтердің кәсіби құзыреттілігінің сапалық көрсеткіштері, педагогтердің құзыреттілігін дамыту жолдары, үздіксіз білім беру аспектісіндегі эмоционалды интеллект талқыланды. Одан әрі шығармашылық алаңдарда шеберлік сыныптары өткізіліп, мектеп педагогтері өз тәжірибесімен бөлісті. Бүгінгі мерейлі ұстаз шарасына осы мектебіміздегі атқарылып жатқан жұмыстар жөнінде тәжірибе бөлісуге келдік. Біз енді берекені көктен тілеме, бірлігі жарасқан көптен тіле дейді. Біздің мектебімізде берекесі бірлігі жарасқан мектеп ұжымының арқасында табысты жобалар жүзеге асуда. Сол табысты жобалардың бірі бүгінгі күні командалық жұмыс. Команда ол мақсаты бір, шеңбер ішіндегі құрылған топ. Жалпылама командалық жұмыс біздің мектебімізде жүйелі жолға қойылған және де бүгінгі күнде нәтижелерін беруде. Соңғы 2 оқу жылында жаңағы тәрбиелік, инновациялық, зерттеу, әлеуметтік 10 жоба жүзеге асты. Жалпы бұл форум өте бір жылдың ішінде көптеген бізге тәжірибе берді. Мұғалімдарымыз келіп қатысады, орынбасарларымыз келіп қатысады. Сол кезде мына пәнаралық байланыс, қазіргі мерейлі ұстаз қандай болу керектігін жан-жақты үлгі тәжірибелермен бөліскен мына ұлағатты ұстаздарымыздың іс тәжірибелерін көріп отырып, соны үлгі ретінде мысалы өз іс тәжірибелерінде қолдана алады. Мен ойлаймын, бұндай жобалар бізге өте қажет деп. Әр пәннің өзіндік жеке сөйлеу стилі бар. Оны нақты пәннің академиялық тілі деп атауға болады. Шара барысында педагогтер пәнаралық байланыс әрекет арқылы іс тәжірибе алмасып, жоғарғы оқу орны мамандардың пікірін тыңдап, мағлұмат алды. Аслан Ертісбаев, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.